Сәлем досым, жаңылтпаштың не екенін білесің бе? Жаңылтпаш, жаңылт, жаңылту деген сөзден шыққан. Яғни, баланың тілін дамытуға арналған әдеби жанры. Жаңылтпашты айтқанда тілің шатасып, тіпті кекештеніп, жаңылтпаштың сөздерінен жаңылып қалуың мүмкін. Ал егер жаңылтпашты үнемі жаттап айтып жүрсең, орақ ауыз, от тілді шешен боласың. Қазір экранға жаңылтпаштар шығады. Бірге оқып, тілімізді шаттықтырайық. Ай, айдар бай, ермүйіз сиырды, үйіңе айдай бары. Жаңылтпашты менімен бірге тағы қайталашы. Ай, айдар бай, ермүйіз сиырды, үйіңе айдай бары. Қарамайлы қарағайды, кесейін бе, кеспейін бе? Қазықтағы қара тайды, шешейін бе, шешпейін бе? Жаңылтпашты менімен бірге тағы қайталашы. Қарамайлы қарағайды, кесейін бе, кеспейін бе? Қазықтағы қара тайды, шешейін бе, шешпейін бе? Арқада 6 арқар бар, қырқада 40 арқар бар. 40 арқарда ақ арқар бар, 6 арқарда марқа арқар бар. Жаңылтпашты менімен бірге тағы қайталашы. Арқада 6 арқар бар, қырқада 40 арқар бар. 40 арқарда ақ арқар бар, 6 арқарда марқа арқар бар. Ақ тайыншаның қатығын әппағыма беремін, әппағымның атын тез айтқаныңа беремін. Жаңылтпашты менімен бірге тағы қайталашы. Ақ тайыншаның қатығын әппағыма беремін, әппағымның атын тез айтқаныңа беремін. Көк аспанда жұлдыз бар, мөлдір суда құндыз бар. Жұлдыз түнде жылтырар, құндыз түнде жылтырар. Жаңылтпашты менімен бірге тағы қайталашы. Көк аспанда жұлдыз бар, мөлдір суда құндыз бар. Жұлдыз түнде жылтырар, құндыз түнде жылтырар. Досым, өзің тағы бір рет қайталашы. Осы жаңылтпаштарды жаттап алып, достарыңа, сыныптастарыңа айтып бер.